Шымкент қаласында мыңға жуық әйел бас қосты. Наурыз мейрамы қарсаңындағы ауқымда жиналысқа жаулықты аналар мен ауылдық қыз-келіншектер қатысты. Мерекелік шараның өтуіне ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы және қазақ аналары дәстүрге жол бірлестігі ұйытқы болды. Жиынға мәдениет саласының өкілдері, қоғам қайраткерлері, спортшылар мен кәсіпкер әйелдер атсалысты. Олар елді мекенде жеке ісін дөңгелетіп отырған нәзік жандарға әркез қолдау көрсетудің маңыздылығын айтты. Саяси ұйым өкілдері сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, партияның негізгі тұғырнамасын түсіндірді. Конгресс аясында төл құндылықтар насихатталып, қазақи киім-кешек пен әшекейлер дәріптелді. Қатысушылар қолөнер туындылары мен ұлттық нақыштағы ерекше киім үлгілерін тамашалады. Осы үлкен аналар конгрессін өткізіп жатырмыз. Аллаға шүкір, өздеріңіз көріп отырсыздар. Ол қуанышты жайт, әрине. Өйткені расында да мынау ауыл деген кезде елең етпейтін қазақ жоқ қой менің ойымда. Ауыл десек, қазір өзіміз кеттік десе кетіп қалайын деп тұрған жағдайда тұрмыз расында да.